құрылысы 10 жылға созылған жемқорлықтың символына айналған ЛРТ-ға қатысты. ЛРТ құрылысына жалпы қанша қаражат жұмсалды, сіз осыған жауаптысыз, білем. Биыл аяқталады деп сендіріп отыр әкім. Неге сіздер бірден қордан ақша тарттыңыздар, оңай жолын іздедіңіздер? Неге инвестор тартуға болмас еді? Себебі ұлттық экономика вице-министрі ұлттық қордан ЛРТ құрылысына 52,4 миллиард теңге тарттық деп отыр. Жалпы сома қанша? Және бұл ақшаның дұрыс қолды болмай жұмсалатынына кепілдік бересіз? Жоқ, ол ЛРТ-ның құрылысына біздің министрлік жауапты емес, ол әкімдік тарапынан жүргізіліп жатқан. Жоқ, сіз енді қаржысына бәрі жауаптысыз ғой. Жоқ, қаржысы көлік министрлігі болған үшін республикалықтан қаржы алу тетігінің бірі министрлік арқылы алу. Мен сол сұрағымның негізі сол ғой. Сұрағыңызды түсіндім. Биыл аяқталуына тиісті қаржы қосымша бөлініп жатыр, жаңа сіз айтқан 54 миллиард, бірақ оның қай қаржы көздері, қандай инвесторлармен сөйлесіз, шетелдік инвесторлармен сөйлесіз, ол жұмыстың баршыласын жергілікті атқарушы орган жүргізді. Сондықтан ол жағынан мәліметім жоқ. Жалпы құрылысына, оның іске қосылуына, қандай қаржы көздерінен болуына және қандай басқа да қаржы көздері қарастырылды, оның баршасы Астана қаласының әкімдігі өзі жеке бас жүргізді. Яғни сіз ұлттық экономика министрлігінің ұлттық қордан тартылды деген мәліметінен хабарыңыз жоқ па сонда? Жоқ, оны айттым ғой. Ұлттық экономика министрлігінің ұлттық қордан ақша тартылған толығымен растаймын. Өйткені ақшаның алу көзі біздің министрлік арқылы болды деп отырмын ғой. Оны жаңа айттым. Бұл ЛРТ-ға бөлінген қаржының бір бөлігі ғана ма, әлде тағы да? Жоқ, бұл жалпы бір бөлігі оған бөлінген қаржының. Ал сіздің сұрақтарыңыз жаңағыдай басқа инвестор тартуға болар ма еді, қандай да қаржы көздері бар еді, мүмкін әкімдік өз тарапында қаржы бөлген шығар, оның барына толыққанды ақпаратты әкімдік бере алады.